Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін алмұрт қосылған облепиха шайын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен алмұртты жақсылап жуып, тазалап, құрғатып, видеода көрсетілгендей етіп дөңгелектеп кесеміз. Шайымызды қайнататын ыдысқа алдымен алмұртты, кейін облепиханы саламыз. Менде мұздатылған облепиха. Және қалауыңыздағы қара шайды қоссаңыз болады. Сонымен қатар дәміне қарай қант немесе бал қоссаңыз шайыңыз тіптен керемет болады. Енді шайымыздың үстіне қайнатылған су құйып, шәйнегіміздің қақпағын жауып, кемінде 10-15 минутқа бұқтыруға жібереміз. Осымен біздің шайымыз дайын. Шайларыңыз тәтті болсын. Міндетті түрде осы рецепті қолданып, осындай шайды демдеуге кеңес беремін.